облыстық жастар ресурстық орталығының бастамасымен парасат пайымы атты онлайн сұхбат бағдарламамызды бастағалы отырмыз. Ол бағдарлама жалпы ел ағаларымен, елдің үлкен кісілерімен кездесе отырып, жастарға өнеге, өсиет айта отырып, жалпы өмірімен танысу. Ал сол біздің парасат пайымы бағдарламамыздың бірінші қонағы сырдың серкесі Серік Ыдырысов ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Жалпы енді көптен бері өзіңізді танимыз, өзіңізді оқимыз, өзіңізді тыңдаймыз, өзіңізбен бірталай той өткіздік, жиындар өткіздік. Енді мен әрі-бері жүрмей, жалпы өзіме қызық бір сұрақты қояйын. Қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Қазіргі жастарға көңілім толады. Өйткені ассалаумағалейкум, жалпы жұртшылық, қалайық. Мынау жастарға неге көңілім толады? Осындай бір парасат пайымы деген хабарды ұйымдастырып, осы үлкендерден керекті дүниелерді алып қалайық деп, осы кездесу өтіп отқан жастарға қалай көңілім толмайды, Талғатжан. Өйткені бұл өмір дегенің кәдімгі қамшының сабындай өте шығады. Зиялы ағалардың, зиялы даналардың, абыз ақсақалдардың әдемі сөздері осы жастарға тәлім тәрбие береді. Соны алып қалу мақсатында парасат пайымы деген бір жақсы хабар өткізіп жатыр екенсіңдер. Хабарларыңа қош келдік, және қош көрдік. Хабарларың халықтың көңілінен шықсын, және болашақ мінеке ұрпақтардың үлкен кәдімгі ұлағаттылыққа бастайтын сабағын айналсын дегенге отырмын. Жастарға неге көңіл толмайды? Өйткені қазақта сөз бар: қой ашығы демеңіз, қолыңа жақса сақа қой, жасы кіші демеңіз, ақылы асса ата қой деп. Қазір мінеке ертең 1 қазан ардагерлер күні. Ардагерлер күнінде ең бірінші мінеке қонақ қып, орталарыңызға шақырып жатсыздар. Бізде ардагерлердің қатарына қосылсақ деген арманымыз бар. Ал енді сол ардагерлердің көбісі білер ме екен? 12 тамыз халықаралық жастар күні екен. Мінеке ішінде болса ардагерлердің көбісі білмеуі де мүмкін. 12 тамыз халықаралық жастар күні екен. Сондықтан да мінеке 12 тамыз халықаралық жастар күні болса, 1 қазан ертең ардагерлер күні. Осы 2 күн үлкендермен, жастармен арасындағы ұрпақтар сабақтастығы байланысып, үлкен ұлтымызға ұлағатты жол көрсетсек, одан артық қандай нығмет бар. Тамаша. Негізі мен сізді ардагерлер деп айтуға, қарт деп айтуға қимаймын. Манша егенде ше. Негізі 1 қазан сол қарттар күні. Енді қанша дегенмен кемел жастан өттіңіз, енді қарт жасқа жақындап жатсыз. Ұрпақтар сабақтастығы деп өзіңіз айтып кеттіңіз. Сіздің пайымыңызша ұрпақтар сабақтастығы не? Соны айтып өтсеңіз. Менің пайымымша ұрпақтар сабақтастығы ең бірінші өзіңнің ұрпағыңа 3 керемет жолды үйретіп кетуің керек. Бірінші өзіңнің тіліңді, ана тіліңді үйретіп кет. Екінші өзіңнің діліңді, руханиятыңды үйрету керек. Үшінші дініңді. Осы тілді, ділді, дінді өзіңнің бала шағаңа, өзіңнің кейінгі ерген жастарға бере берсең, соны нағыз ұрпақтар сабақтастығы деген сол. Мен нағыз керемет ұрпақ өсіп өну үшін адамның бойында 5 қасиеттің қалыптасқанын осы қалаймын. Ол біздің үлкен болып жастарға үйрететін сабағымыз. Сен жассың. Бірінші не болды? Бірінші харамға көз салмау керек. Қазіргі жастарға шүкір. Жастар қазір арақ ішпейді, темекі шекпейді, наша тартпайды, құмар ойнамайды. Қазіргі жастардың барлығы білімді, өйткені ғылымға бет бұрған жастар. Міне халал деген сол, харамға көз салма деген сол. Бұлар жақсы істерде жүр. Екінші, тіліңді тарта сөйле. Қазіргі жастардың бәрі алым болғанмен де үлкеннің алдында аузын тиіп үлкендерді тыңдағанның өзі, ол да тілді тарта сөйле деген сол. Үшінші, уәдеге нық бол. Уәде бердің бе, ел үшін, халық үшін, ағайын жекжат үшін уәдеңді орындау керек. Төртінші, аш болдым деп Алланың жағасынан алмау керек. Шамалы қиындықтарға берілмеу керек. Кешегі мысалы пандемияда осы жастарға қалай риза болмайсың? Кешегі пандемияда ол жастардың сіңірген еңбегі,
халық үшін әр үйге қиналып жатқан елге тамағын жеткізіп, дәрісін жеткізіп, мынау жақсы жұбату сөздерін жетіп жатқан көбісі біз сияқты кісілер емес, өздерің сияқты жастар. Оған қалай риза болмайсың? Мінекей сол аш болдым деп, арданың жағасын алмай, бұл күннен де өтерміз деп, үлкендерге жұбаныш айтқан осы жастардың өзі. Ал енді бесінші, өзіңе қажет емес нәрсеге көңіл аудармау керек. Тек өзіңе қажет нәрсені, халықтың қажетіне жаратып жасасаң, сол уақытта сенің тұлғаң да, өзіңнің болмысың да, өзіңнің адамдық биік тұрпатың да, көрінісің де аян бере бастайды. Сондықтан да осы 5 қасиетке жастар үйір болса екен деп ойлаймын. Мен жастарға сенемін. Елбасы халыққа сенсе, мен жастарға сенемін. Иә. Жастарға сенген жақсы. Кейбір жастар кімге сенерін білмей жүр. Бірақ осындай ағаларымыз бар кезде бізге арқа сүйер адамдар табылады деп ойлаймын. Енді жаңа жалпы адамға деген 5 қасиетті айтып өттіңіз. Енді қазір ұлттың тәрбиесіне келген кезде біз батысқа көп еліктеп кеттік та, қыздарымыз бен жігіттеріміздің шамалы тәрбие курстары, ориентирлері бұзылып кетті. Сол бойынша жалпы қазіргі жас қыздарға не айтар едіңіз? Неден тыйылсын? Сосын жас жігіттерге не айтар едіңіз? Неден тыйылсын? Не істесін? Енді жалпы ана 5 қасиеттен бөлек. Биыл Абайдың 175 жылдығы ғой. Сол Абайдың өз сөзі бар емес, заманына қарай амал деген. Менің қыздарға да, жастарға да айтатыным, мынандай бір Аниродо Байрон дегенге бір керемет ақын бар. Европаның мықты ақыны. Соның бір жастарға өзің жас кезінде жазған өлеңі бар. Туған жердің жазар болсам қырсығын, туған елге керек болса бір шығын, жаным әке құрбандыққа шала бер, қиналмашы қиылар деп қырсыным деген. Мінекей туған жердің қырсығын жазатын болса, туған жердің қырсығын емдейтін болса, жастардың барлығы ешқашан қиындықтан қорықпай, тек қана туған жер ұлт үшін, ұлттың ұстанымы үшін, ұлттың тәлім тәрбие үшін, өзіміздің қазақ елінің ғажап әдісті дәстүрлерін бойына қыз да болса, ұл да болса сіңіріп өтсе екен деймін. Өйткені мынандай сөз бар қазақта: болар бала бесігінде бұлқынады, болатын қыздың бесігінде нұр тұрады дейді. Өйткені болар бала бесігінде бұлқынады деген сөз, ол бала өсем, өнем, осы халыққа қызмет етем деп бұлқынса, ал болатын қыздың бесігінде нұр тұрады деген сөз, өсетін, өнетін, тәрбие алатын қыздың анасы өзі қандай пысық болса, бесікте сондай жұпар ашып қалған кезде сол бесікте бір ерекше жақсы нұр тұрғандай әсер етеді. Сондықтан да осы Мұхтар Әуезов айтақшы, ел боламын десең бесігіңді түзетіп, осы қыздарыма да, балдарыма да айтатым, тек ұлттық ұстанымды, бесік жырын ұмытпаса екен дейміз. Өйткені тәрбие тал бесіктен басталады деген әдемі сөз бар. Тамаша, тамаша. Рухани жаңғыру орталығында отырмыз ғой. Осындай рухани жаңғыратын әңгімелерді естігеннен кейін, мен де өзімде мына ар жақта отырған оператор жігіттерді білмеймін, бір қатты бір серпіліс алып отқан сияқты. Рахмет аға. Енді жаңа біз өзіңізді сырдың серкесі деп атадық қой енді. Жалпы бүкіл жұртшылық сізді сіздің серкесі деп атайды. Сол атау қайдан шықты? Ол атауды кім қойды сізге? Сырдың серкесі деген атауды бұл мен өмірде 3 кісіге ризамын. Бірінші, облыстың әкімі, қоғам қайраткері Сейітбек Шоқаманов. Екінші, осы сыр елінің тумасы, сенатор, академик ғалым Бақберген Доспанбетов. Үшінші, өзіміздің бір ағамыз, осы біздің Қорқыт мемлекеттік университетінің іргесін қалаушы, білген ғалым, ұстаз Қырсбай Алдабергенұлы Бейсенов. Осы 3 кісінің маған қолдауымен, осы 3 кісінің мен өнерімді тануымен мен халыққа танымал болдым. Ал енді ақан серінің 100 жылдық мерейтойында Көкшетауда осы Шоқаманов ағамызбен айтысқа барғанымда, сол айтыста үлкен кәдімгі сері деген, 8 сері деген атақ 8 ақынға берілді. Соны енді маған сол кезде біздің сырдың серісі ғой деп Сейілбек ағамыздың дуалауыз ғой. Сол Сейілбек ағамыздың аузынан шыққан сөз, Секең, бұл серік, бұл біздің серісі ғой деп. Содан бері жұрттың бәрі сырдың серісі, сырдың серкесі деп атайтын болды. Соның негізінде аузы, бұл дуалауыз сөз Шауқан Сейілбек ағамыздан шыққан негізінде. Бұл бір. Екінші, мынау да Бақберген Доспанбетов ағамыз осы қызметте тұрғанда да Қырсбай Алдабергенұлы екеуі бұл сері адамның емін, еркін, тегін
емін еркін шабыттанып жүрген дұрыс болады деп қызметке араласқанда да осы ақындығыма ешқандай кедергі қойған жоқ. Ақындығыма қайта жол ашқан осы 2-3 азамат. Енді қазіргі қарттарымызды көреміз ғой. Жаңа кейбір қарттарымыз жас болып қылтыңдағысы келеді. Кемелденген үлкендікті көре алмаймыз. Содан балалар, жастар қарайды да, соларға қарап та біртүрлі өздерін ұстайды. Негізінде қарттықтың өзі 4-ке бөлінеді деп ойлаймын өзім. Бірінші қарттық, бірінші шал. Шал, кез келген адам шал болады. Өйткені біздің үйдің шалы ғой деп айта салуға болады. Ал бірақ шалдық деген жаңа отбасынан шықпайтын үлкендік қой. Ал одан кейін мінекей қария деген. Қария деген осы ауылға айтқан жүргізе алатын, аузы уәді, сөзі дуады, айтқан сөзінен жастар үлгі алатын кісіні қария дейді. Ал енді осы қарияның өзін тыңдата білетін тағы да үлкен бір қарттықтың статусы бар. Ол қарияның өзін тыңдата білетін кісіні ақсақал дейді. Қарияның өзі, ол біздің ақсақалымыз ғой. Ол ақсақал айтса дұрыс деп отырады. Ал енді ақсақалдан да әрі қарай абыз деген сөз бар. Абыз. Мысалы, мен өзім заманында өмір сүргенімде мен абыз деп 2 кісіні айтамын. Біреуі Әбіш Кекілбаев, екіншісі Шерхан Мұртаза. Ал енді қазіргі кейінгі ақсақалдарымыз өсіп өніп, халыққа үлкен ақсақалдық жасап жатқан ағаларымыз да бар. Қоғамға, елге танымалы кешегі Сейілбек Шауқаманов, қазіргі мінекей кешегі Қызылорда облысының, Қызылорда қаласының құрметті азаматын алған Сәпен Аңсатов ағаларымыз, Ибрагим Абилбаев ағаларымыз, олар да қазір осы ақсақалдарға айтып, халыққа жол көрсетіп, қиындықта үлкен тіреу болып, мұрындық болып жүрген ағаларымыз енді абыз екенін ертеңгі күн тарих біледі. Өйткені оларды біз қазір абыз деп, абыз кеуде деп айтамыз. Олардың кеуде, абыздың кеудесінде кеуделері бар. Бірақ кейінгі ұрпақ олардың бағасын беретін. Абыз ақсақал деп. Біз мысалы осы Әбіш Кекілбаевтардың, Шерхан Мұртазалардың соңынан ерген інілеріміз ғой, қазір абыз деп айтып отырмыз. Сол сияқты оларды да ертеңгі ұрпақ абыз деп айтып бағасын беретін айдан анық өзінің қарттықты осы 4-ке бөлемін. Шал, қария, ақсақал, абыз деген. Тамаша, тамаша. Құдай қаласа жаңа айтқан ағаларымыз, көкелеріміз, аталарымызды да осы парасат майданына шақырсақ па деген жоспар бар. Жалпы ой салып атқаныңызға үлкен рахмет. Енді жаңа бір өзіңіздің шамалы өміріңізге келсек, жалпы сізді не ынталандырады? Енді біздің де жастар тілімен айтқанда неден мотивация аласыз? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Мен енді жаман немене шынын айтады деп, сырын айтады деп, мені той қызықтырады. Айтқанда қазақтың тойы. Өзім енді 42 жыл мұғалім болдым. Бірақ 42 жыл мұғалім болдым, 45 жыл асаба болдым. Бірақ мен асаба болдым деп мұғалімдікті тастап кеткенім жоқ. Менің асабалық, менің шабытымды, менің талантымды ашатын алаңға айналған. Мына той деген менің алаңым. Кәдімгі өзген сияқты рухани жаңғыруда отырмыз ғой қазір. Сол сияқты менде той, менің бар нем қызған осы қазақтың тойы жөнделсе екен деймін. Қазақтың жолы қазақыланса екен деймін. Қазір қазақтың көп тойы дарақыланып баратыр. Шекпен жабу, пұл жарыс деген болып кетіп жатыр ғой. Ал менің өзім ойым қазақтың тойы нағыз қазақы өзінің қалпына келсе екен деп ойлаймын. Өйткені көбейіп баратыр. Менің кішкентайдан айтып жатқан сөзім бар. Той деген сөз бар, томалақ деген сөз бар деп. Той деген сөз, 3 той бар қазақта. Сүндет той, беташар той, келін түсір ғой енді. Сосын қыздату той. Қалғаның бәрі томалақ деп ойлаймын, өзім ойлаймын. Өйткені 70 жылдық, 80 жылдық олар томалақ деп отырайын. Өзім сөйтіп ойлаймын. Құдай соған жеткізсін, тойымыз көп бола берсін. Менің негізгі мотивациям той. Жақсы мотивация екен. Той көп болсын. Мотивация көп болатындай. Той көп. Енді аға, жаңа бір жалпы сіздің енді қонақ болып шақырар алдында мен әлеуметтік желіден бір қарап, одан қалды интернеттен қарадым. Сіздің 60 жасыңызда Қармақшы ауданының жаңағы әкімі шапан жауып сізді құрметті азамат етіп құттықтаған екен. Сол жерде бір видеоңызда көбінде бір айтысқа қатысқан кезде бір пікір қалдырып кетіпті, бір қолданушы. Елбасының алдында ән шырқаған кісі ғой деп айтқанда, сол жайлы айтып берсеңіз, қай жылы болды ол? Елбасының алдында мен ән шырқаған жоқпын. Елбасының ән алдында
сұрысына ақындығымен көзіне көріндім. Елбасының алдында осы сыр бойының суырсама ақын деп Лена екеумізді осы облыстың әкімі Шелбек Шауқаманов алып шығатын тұғын. Сонда біз елбасыға арнау айтып сыр бойында емес, жалпы иісі қазақ даласында болатқан кейбір жаңалықтарды, иісі қазақ даласында керекті дүниелерді елбасыға тілімізбен, жырымызбен жеткіздік. Оның қасында менің кәдімгі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кәдімгі белгілі сазгер ақын апаң Лена Әбдіқалықова болды ол кезде. Жас кезіміз ол кезде. 92 жылы құрылтай, бүкіл дүниежүзілік қазақтардың құрылтайы болды. Сол құрылтайда ең бірінші рет Назарбаев Нұрсұлтанға арнап мен сонда сыр бойынан арнап айттым. Сонда мына осындай қар үйге келіп тұрған кезде азаматтар бар. Осы келіп тұрғанда бір төбеден бұлт еріп келді. Сол бұлт еріп келген кезде арнау айтуға мен атып шыққанымда жаңағы бұлтпен бірге жаңбыр жауды. Сонда Құдайдың маған қарасқаны Алланың нығмет шығар. Ассалаумағалейкум Нұр ағамыз, көргенде өзіңізді қуанамыз. Дастархан жайып тұр, сыранамыз, кәнеге дайын тұр, төрге шығыңыз, дайын тұр, сабағаңыз деп кетірем деп отырып қалсам. Сол жағына жаңбыр жауған кезде патша да бір Құдайдың құлы емес пе? Халықтың өз сүйген ұлы емес пе? Өзіңмен еріп келген мына жаңбыр болашақ қазағыңның нұры емес пе деген. Бәрі күліп, ішке кіріп, рахаттанып, шаттанып, марғайып, Сейілбек ағамыз міне сіздің ақындары осылай айтады. Сондан алдым, бірден өлеңге қосып үлгірдім жаңбыр. Сол енді мақтанбаймын, сол 30 жыл елбасымыз басшылығы шағында 30 жыл жаңбыр тұрды ғой енді. Арабияға барғанда да сол жаңбыр жауды. Сол ауыздың дуасы ғой енді, сөздің дуасы. Мен енді көріпкелдікпен оны жаңағы немен айтып отқанымыз, Құдай аузыма салды. Қазақта жақсы сөз бар, тілмен түйгенді тіспен шеше алмайсың деп. Тілге салған нәрсе қабыл болып отыр. Сол Нұрекеңнің қай жерде жаңбыр жауып тұрды айтты, 30 жыл патшалық болғанда. Осындай нәрселер. Сосын 5 патша келгенде Лена екеуміз қарсы алдық. Лена Әбдіқалықова екеуміз. Сонда кәдімгі Қырғызстанның президенті Ақаев қазаққа жиен екен. Соны Сейілбек Шауқаманов ағамызбен жаңағы Нұрекең елбасы. Бұның жиен екенін ақындарға айтып қой деп маған жиен екенін жеткізді. Сонда домбамды қағып отырып Ақаевтың сонда бірінші жиені түсіп жатқанда Аққудай қырғыздың әніменен, өзінің қырғыздың әніменен, қырғыздың мақамымен Аққудай ғажап киелім, қазақтан жарты сүйегің, нағашыңның ауылына қош келдің, асқар жиенім, Құдай айдап келгеннен соң жиеннің басынан жиемін дегенде Ақаев басын маған иіп сүйдірген. Ол неден де бар. Осындай мінеке, осындай нәрсе болды. Одан кейін де біраз Мауны Кайбусты, Нарышымқа Рауа деген Сүлеймен Демирел Түркияның президенті. Солардың барлығына алдында осындай арнауымды айттым. Көбісі маған сарай ақын деп сын айтты. Ондаған мен жауап бердім бе, мен сарай ақын болған мен малай ақын емеспін деп. Малай ақындардан қарағанда сарай ақынның күні, сарай ақын өзінің қамын ойламайды, халықтың қамын ойлап отырады. Сарай ақын болып маған үй бер, маған бірдеңе деп сұрап отқан жоқ. Біз халықтың соның Арал теңізінің проблемасын айттық. Сонда Байқоңырдағы орыс пен қазақтың арасында татулық болса екен деп айттық. Сосын жаңағы Байқоңыр өзімізге берілсе екен деген айттық. Сондай мәселелерді қоя білдік. Патшаның алдында кәдімгідей үлкен елдің сенімін арқалап айттық. Ол енді әрбір, мен өзім мынандай пікірдемін Серік ағам. Әрбір іс болған кезде оң және сол пікір болады. Ол дұрыс. Егер де сізді бәрі мақтап кетсе, ол өтірік. Бәрі жамандап кетсе, ол да өтірік. Ал жамандау да мақтау да болса, онда ол сіздің ісіңіздің бар екендігі да. Сондықтан сіз сөйтіп қабылдаңыз. Мен өзім үнемі сөйтіп қабылдаймын да. Мен енді бір кішіліктен бір ақыл айтып тұрғаным емес. Желіде көп көрем сізді. Facebook желісінде қазір Facebook бүкіл жұртшылыққа не ғой, арена болды ғой, кәдімгі өзінің пікірін жазады, ренішін жазады, сонымен мәселе шешіп жатады. Енді сіз қанша үлкен кісілер мысалға ол нені әлеуметтік желіні түсінбейді, бірақ сіз кәдімгідей соны түсініп сияқты өлең жазып, біраз лайкерлеріңіз бар, другтарыңыз бар, друзья дейді ғой енді. Сол жақта қашан тіркелдіңіз және неге тіркелдіңіз? Сосын бір қызықты өлеңдер шығарасыз, сол жайлы шамалы айтып өтсеңіз. Оған енді адам оған бару себебім енді шамалы былтыр науқастанып қалдым. Сол науқастанған кезде қоғамнан, халықтан, елден бөлініп қалдым кәдімгідей.
бір үлкен бір больницада бөлініп қалдым. Сол кезде маған көмекке келген осы ақпарат, осы жаңағы Facebook, Instagram, осылардың барлығымен дос болдым шын айтқанда. Жаңалықтарды біліп тұрдым. Сосын сол кезде барып мән бере бастап, мынау адамдардың мынандай емес, мынаусын деп соған сын айта бастадым. Сосын менің бір жаман жерім осы бір-екі нем шыққаннан кейін маған звондаушылар көбейді. Менің Талғатжан-ау, жүрегімдегі мөрді өзім ғана шығарам, басқа адам оны шығара алмайды. Жүректегі мөрді миллиондап дүниясын берсін, миллиондап атын мен оны істей алмаймын. Жүрегімнен шыққан сөзді кімді жүрегім қалайды, соны жазамын. Мен жұрт заказбен, жұрт сияқты тапсырыспен, мен осы уақытқа шейін тапсырыспен ешқандай айтамын. Мен тек бірақ тапсырысты орындадым. Патшаның алдында арнау айтасын деген жаңағы әкімнің тапсырысын ғана орындадым. Басқа бір жаңағы қоғамда үлкен кісілер осындай жаз деген оны орындаған емес. Мен жүрегімнен шығады, жүрегімнен орындаған жазам. Сонымен осы қоғамнан, елден, халықтан күнделікті болып жатқан қоғамдағы саясаттағы жаңалықтан құр қалмайын деп осы ақпаратпен Фейсбуктың дос болған мәнісі осы бәрінші жатқанда. Серікпін, соны арасында өлең жазып қоямын. Бұрын енді айтыскер ақын, мынау жақсы сөз бар, ақынды өлтіргің келсе дейді. Ақынды өлтіргің келсе ешқандай ақындардың ортасына қоспа, ол ақын өз-өзіне өліп қалды. Соны өмір сүру үшін ұрышқымды алып ақындардың ортасына қосылуға мәжбүр болдым. Оған өкінбеймін әлі. Өздеріңіз деп. Біз де өкінбейміз, сіздің ол жақта барыңызды оқып отырамыз. Жалпы ақындар деп айтып кеттіңіз, жаңа жас ақындардан, жалпы жас ақындарды көрген кезде бір көңіліңіз толып, ішіңіз жылып, біздің жұмысымыз жалғасып жатыр екен ғой деген сияқты бір ой бола ма? Сосын қай жас ақынның астын сызып айтар едіңіз, осы жігіттің талант талабы бар деп? Жоқ, енді жас ақындар көп қой енді, көп жақсы. Мысалы, Назгүл Бердіқожа деген ақын бар. Оның ақындығы енді бөлек. Біздің Сырбай, сосын Толқын Қабылша деген ақын қызымыз бар. Оның да бөлек. Одан кейін мына адам, осы Мақсат Дауылбай деген балам бар. Оның да ақындығы кешегі анау Қазаққанның 550 жылға жазған мүшәйрасының өзі қандай керемет. Сосын мына жаңағы Айдар деген жігіт шықты. Айдар Сайлау. Айдар Сайлау, керемет. Оның да ақындығы бөлек. Осындайларды, осы жас ақындарды оқып жатамын. Сосын өзім сыртың бойынан оқитын Шәкизада Әбдікәрім, Қатира Жәленова, сосын кім жаңа Дүйсенбек Аяшұлы, осыларды қатты оқимын, осылардың шығармашылығына көбірек көңіл беремін. Қатира Жәленованы білесің ғой, апаңды осындай. Оныңға мінекей құдайға шүкір. Сосын көп ақындармен өсіп, сыйласып, сосын оңталап Нұрмахан деген құрдасым бар. Өзі Ниятолла оңталап, Бекзақ, Серік деген бәріміз құрдас едік қой. Бәрін сұраған, безі бес бөр дейтін заманының бес бөр. Соны енді оңталапты, өзі звондап тұрады. Мен де сол оңталаптың өлеңдерін оқып, қалай қартайғанымызды білмей қаптырмыз ғой. Бірақ қартпыз деп айтпаймыз. Жаспыз. Мына қарттар күні деген қартайғаннан кезде шығып жатыр. Қартайған жоқсыз. Осындай ақындарды құрметтеймін. Жаңа жастардан жаңа Мақсат Дауылбай, Айдар Сайлау, жаңа Ақжол Түменбай деген ақын бар дейді. Қазал жақтың. Сосын мынау жаңа Толқын Қабылша, Назгүл Бердіқожа, сосын жаңа Мөлдір Айтбай, осылардың барлығы қолымызда өскен, қолымыздан дәріс алған балалар, бірақ ұстаздан шәкірт озып отырса, ол Алланың нығметі. Ал енді ұстаздан шәкірт озып кетсе, ол ұстаздың мықтылығы. Егер ұстазымен бірге шәкірт қатар жүретін болса, ол ұстаздың әлсіздігі. Негізінде ұстаздан шәкірт озып жүру керек. Жалпы, аға, айтыскер ақын болмасаңыз, кім болар едіңіз? Мен айтыскер ақын болмасам, мұғалім болар едім. Қазақ тілі әдебиетінің мұғалім болар едім. Жақсы. Қазақ тілі әдебиетінің мұғалім болар едім. Енді қазіргі кезде көп талқы бар да, мұғалімдер жайлы, жалпы мамандық жайлы, сол жастарға мамандық таңдау кезінде, жалпы үлкен өмірді бастар кезінде қандай кеңес берер едіңіз? Енді жастарға кеңес беретін жаңағы мамандық таңдау кезде әркім өзінің сүйген мамандығына ие болу керек. Мысалы, сен қазақ тілі әдебиетінің маманы болғың келіп тұр, бірақ сені біз зорлаймыз ғой. Қазір мұнайшы жақсы, сот болған жақсы, әкім болған жақсы деп басқа. Ол мамандықтан адам пайда таппайды. Өзінің сүйген, өзің ұнатқан мамандығыңды иеленсең, нағыз
мамандықты таңдаудан жаңылыспау деген сол өзі қазақта сөз бар ғой, жар таңдаудан, мамандық таңдаудан жаңылыспа дейді ғой. Негізінде үлкендердің сөзімен айтқанда қазіргі тұрмыс сүйтіп жатыр адам ғой, бірақ көп жастар осы көбісі неге қалай десем екен, келіндердің айтқанын көп тыңдап кетеді. Подкаблучник десеңші. Иә, подкаблучник. Мен өзім айтамын, әй балам деймін өзім, әйелді сыйла, құрметте. Әйелді Алла тағала еркектің басынан жаратпайды, басына шығып кетсін деп. Табанынан жаратпайды, табанына салып таптап кетсін деп. Мойнынан жаратпайды, мойнына талтайып міне басын деп. Әйелді Алла тағала қабырғада жаратады. Қабырғаң мықты болып тұрса, беліңде қисаймайды, кеудеңде көтеріліп тұрады. Сол қабырғаны құрметтеу керек. Ол үшін не керек? Оны сыйлап, сипап, семіртіп, баптап қою керек. Өйткені қазақтың сөзі бар, әйел еркелесе жеңеді, есірсе жеңіледі деген. Жалпы Серік аға, көптеген нәрсе білдім өзім бүгін. Біздің көріп отқан адамдар да көп нәрсе білді деп ойлаймын. Енді өзіңіздің, біз енді қандай сөз айтсақ та, қандай тілек айтсақ та, біз білесіз, негізі сізге деген сыйластығымызды, ниетімізді, бар жақсылық тілейміз. Bir сөзбен айтайыншы, біз сізге бар жақсылық тілейміз. Енді өз тарапыңыздан бізге, жастарға, жалпы жастарға, көрермендерге, біздің аға буын өкілдері, сіздерге іні болады ғой, енді соларға қандай тілек білдіресіз, және қандай біз жалпы үлкен кісілердің алдында белгілі бір кезде мүмкін айыпты болатын шығармыз, мүмкін олардың ойынан шықпайтын. Енді айтады ғой, қазіргі кезде жастар бұздайын депті деген сияқты. Сіздердің кезіңізде сіздерге айтқан үлкен кісілер, бізге де айтып жатыр қазір. Енді сол бір нәрсені жоюға ма білмеймін, енді бір қандай бір тілек, лебіз білдіресіз? Өзі сенім бар жерде әр уақытта ырыс, ынтымақ, береке, бірлік жүреді. Біздің ең бірінші мақсатымыз, үлкендердің мақсаты, жастарға сенімді көбірек білдіру керек, және жастарға үлкен құрметпенен қарап, оны жас деп қарамау керек. Оны өзімізбен тең дәрежелі азамат деп бағалап, ол кісілерімізде ақылдасып пікірлесіп отырса, сол уақытта заман да, адам да, қоғам да жақсы болатыны айдан анық. Мынау енді бір ғана әңгіме, Абайдың жиені бар, Қияқбай деген, Қияқбай. Сол Қияқбай кішкентай ғана өзі Абайдың қойын бағып, Абайдың қызметін жасап жатқан Абайдың туысы ғой Қияқбай. Сол үйге Абайға айтатын көрді, бүгін елдің игі жақсы ақсақалдарын бәрін шақыршы деп. Сол елдің игі жақсы ақсақалдарын бәрін шақырған кезде, ал Қияқбай шақыртты, не айтайын деп едің дегенде, Қияқбай айтқан екен, болды аға, енді қайта мен шақырдыңыз ба? Енді бұлардың бәрін шығарып жіберіңіз, сосын мен айтамын сізге деп. Аналардың бәрін шығарып жібердім, не айтайын деп едіңіз десе, мені сіздің қалай сыйлайтыныңызды мыналар білсін деп едім ғой деп айтты. Тапқырлық қой. Сонда Абай, Қияқбай осылай сөз тапты, мен Қияқбайдан жеңілдім, Қияқбайға бір қой берем, семіз бір қой берейін деп отырмын десе, Қияқбай да дейді, қойыңды алмаймын Абайға деп. Неге десе, сонда ертең ел жұртқа қалай айтып барам, Абай бір қой бер деп, берсең 40 қой бер, және айдап баратын атыңды қосып бер деп айтты дейді. Бұл не деген? Бұл тапқырлық бір жағынан. Бұл жағы қазақи бір керемет қасиет бұл. Бір жағынан кәдімгі адамды менсінбейтіндерге сабақ. Біз өзіміз жастарды менсінбейміз. Ал сол жастардың ішінде алым бар. Сол жастардың ішінде болашақ қазақтың қамын ойлайтын, қазақтың елдің бірлігін, тірлігін жасайтын азаматтар жастарға көбінесе сенім беру керек, сену керек, ол үшін жастарға бата беру керек. Бата берейін, рұқсат берсеңдер. Ал жастарым, ашық болсын аспаның, тек осындай береке бірлікте қосыла берсін бастарың. Елге қызмет етіңдер, өмір деген қасқағым, шақырып мені құрметтеген соң батамды беріп тастадым. Тарихта мәңгі қалыңдар, ақсақалдарға наныңдар, ақсақалдардың батасымен бақыттарыңды табыңдар, қариялардан бата алып ғасырға аман барыңдар, түтін болып бықсымай, от болып лаулап жаныңдар, биік-биік таулардың басына барып қоныңдар, алдарында жастарым жаршап тұрған жолың бар, сондықтан да мен деймін, барлығың көктегі жарқыраған жұлдыз болыңдар. Аллаху акбар. Аумин, аумин. Бұл парасат пайымы, қонақта бізде болған сырдың серкесі Серік Ыдырысов ағамыз. Аға, рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Келесі көріскенше.